Сәлем қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен бірге мен Алла бүгінгі таңның қайыр берекетін берсін. Бүгін осындай бір әдемі мешіттің артында осындай жерде видео түсіріп отырмын. Жалпы сіздердің қолдауларыңыздың арқасында, сіздердің мейір махаббаттарыңыздың арқасында мен күн сайын осы видеолар түсіретін болдым. Аллаға сансыз шүкір. Бүгінгі видеоға арқау болып отырған тақырып кеше менің бір досым деп айтайыншы, сол айтады да, сенің видеоларыңды тыңдап жүріп бір әке шешеме дұға жасамаған есіме түсіп кетті дейді да. Сосын дұғада отырып әке шешеме дұға жасап отырып жылап қалдым дейді, қатты жыладым дейді да. Мен айтам, не болып қалды, неге жыладың деп сөйлесем, бір жаман бірдеңе айтып қойдым ба деп, көңілің түсіп көңіліңе келетін бір нәрсе айтып қойдым ба десем, жоқ. Менің әке шешеме бізге енді күллі ғұмырын арнаған ата-анама дұға жасайын. Ата-анасы өмірден өтіп кеткен екен да. Дұға жасап отырып ата-анама намаздарының қабыл болғанын сұрайын десем, ата-анам намаз оқымап еді дейді. Қажылығы қабыл болсыншы дейін десем, қажылық та жасаған жоқ дейді. Садақасын білмеймін енді, зікір сондай нелерін қабыл етсінші десем, зекеттерін сондай зекетте бермеген дейді да. Өйткені жеткізе алмай жүріп, жанталасып жүріп, соның өзіне жауап беретін, өзінің жеке басына пайдасын беретін бір істі жасамапты ғой дейді да, біз деп жүріп. Сондықтан қатты жүрегім ауырды дейді. Осыны естіп отырып, өзімнің де жүрегім ауырып кетті. Рас. Ойланып көрейікші, Абай айтады ғой, Алланың өзі де рас, сөзі де рас деп. Бәріміз қайтушымыз расымен де, ертең ба, бүгін ба білмеймін ғой, қашан екенін. Бәрібір өмірге келдік, сынақ үшін ғана келдік. Алла тағаланың бәріміз жаратылысымыз. Бізді Алла тағала жаратты, шебер қылдырып жаратты бізді. Алла бізге сонымен қоса өзінің кітабында өзінің өмірдің қалай сүру керек екенін, өмірдің дұрыс формуласын деп айтайыншы, Құран кәрімді түсірді. Сол Құран кәрімде бізге не деді? Бізге адамзат баласына, күллі мұсылман қауымға 5 парызды парыз етті. Сол 5 парыздың нешеуін орындап жүрміз? Орындадық па? Ал біз әрбір күн сайын Алладан үміттіміз, Алладан сұраймыз. Бір басымызға қиыншылық түсіп қалса, Алладан міндетті түрде сұраймыз. Әрине, Алла ұлық, Алла өте сондай мейірімді. Алла барлығын кешіруші, білуші, Алла беруші, Алла береді. Ал сонымен қосып Алладан ұялмай сұрайтындай, Алланың істе дегендерін істесек, одан да зор болмас па еді. Бірақ ол менің жеке пікірім. Мен дін маманы емеспін, мен ислами білімім жоқ, расымды айтайын. Бұл туралы жаңағы тереңірек біліп алсаңыздар болады. Мешітте, медреседен сұрасаңыздар, қазіргі кезде имамдар деген толып отырады ғой, тіпті интернеттен де. Сонда ол кісілер түсіндіріп береді, ол кісілер айтатын шығар. Барлығы тегін. Расымен де әр нәрсеге біз уақытында үлгеруіміз керек шығар. Біздің ертең жаңағы жауап беретін, өзімізге жауап беретін сондай өнеріміз бар. Бізге қанша таптың, кімге барып шай ішіп қайттың, нешеде тұрдың деп сұрамайтын шығар, білмеймін енді оны. Бірақ енді парыз етілген 5 парызын орындауымыз әрбір мұсылманға парыз шығар. Сондықтан Алла сақтасын. Менің де осыны естіген кезде жүрегім қатты ауырды, біраз жылап алдым. Бірақ өзімді өзім жинап алдым. Әрбіріміздің қолымызда мүмкіндігіміз бар. Тірі адамда мүмкіндік өте көп. Біз тіршілігімізді жасауымызбен қатар жәнегі амалдарымызды, жұмыс шаруамызды, бала шағамызға, ағайын туысымызға қамқорлық жасағанымызбен, мейірім шапағатымызды көрсеткенімізбен қатар, Алладан дұға тілегенімізбен қатар, Алланың жаса деген парыз қылған амалдарында қосып жасай жүруіміз керек шығар. Осыны естіген кезде мен жүрегім қатты дүрсілдеп кетті. Өйткені Алла иесін естіген кезде
осындай дүниенің осыншалықты ойланбай жүргенімізге